Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар. Pinterest'тен осындай логотип, шрифтовый логотип көріп қалдым. И мынандай фирменный стилі әдемі екен, маған ұнады. Давайте осындай логотипті жасап қайталап көрейік. Четкий екен. Осындай барып үйреніп дамып, елімізде сондай әдемі дизайндар жасап үйрене берейік. Бұны бүйтеміз, қалыңдығын көбейтеміз. Осындай болып қала берсін. Енді прямой линия жасаймыз. Қойамыз. Осылай тұра берсін. Рас осындай болсын. Енді бұны разобрать етеміз. Объект разобрать. Окей дейміз. И мына жерден центрге. Центрден осылай линия қойып қоямыз. И мына жерде осы инструмент тауып başlarımız. Қазір осылай қойып аламыз да, мына жерден круг таңдаймыз. Мінекей. Кругты былай көтеріп қоямыз. Мына жерде треугольник жасау керек екен. Треугольникті жеңіл түрде жасауға тырысамыз. Қазір. Окей. Осыны алып, центр. Так. Так етеміз. Болды. И мына жерден кругтарды қойып аламыз. Кішкентай болып кетті. Екен бөлігімізді alt кнопкасы ұстап тұр, осылай қойып аламыз. Енді осыны осылай белгілеп аламыз. Пипеткімен таңдаймыз түстерін. Қалғанын пипеткімен осылай таңдап шықсақ болады. Ctrl жетіп қосып қояйық. И пипеткімен тоже таңдап аламыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Логотип керек болса маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Төменде Instagram, TikTok парақша бар, сілтемесін қойып қоямын, сол жерге маған тіркеліп жазсаңыздар болады. Сұрақтар болса маған жазыңыздар. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.